Шет елде діни білім алып келген кейбір азаматтар қауіп көзіне айналды. Себебі теріс діни ағымның ықпалына түсіп, адасып кеткендер аз емес. Діни иммунитеті қалыптаспаған, ұлттық санасы әлсіз жастар ақ қарасын ажырата алмай, миы уланып қалады. Олар өзімен ғана шектелмей, ең ақиқаты біздің жол деп өзгелерді адастырды, миын улады. Ел ішінде діни экстремистік және террористік қылмысқа барғандардың және Сирияға кеткендердің көпшілігі шет елде, бейресми оқу орындарында оқығандар және солардың уағыз насихатын тыңдағандар болып шықты. Сондықтан тек Қазақстан мойындайтын діни университеттерде ғана білім алу керек. Қазақстанда білім алғысы келсе, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты медреселер бар. Алматы қаласында орналасқан Нұр Мүбарак университеті бар. Ол жерде бакалавр, магистр, докторлық дәрежелерді алуға болады. Одан кейін барып шетелге оқимын десе, Түркия республикасында және Египет республикасында Мысырға барып Асқар университетінде білім алса болады. Тіркелмеген, болмаса Қазақстан республикасы және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен келісім шарты орнатпаған, байланыс орнатпаған университеттерге барып оқитын болса, келген уақытта, елге қайтып келген уақытта ол құжаттар қабылданбауы мүмкін. Ол құжаттармен жұмыс істей алмауы мүмкін. Және ол жерге барған уақытта теріс пиғылды бір ағымның өкілінен сабақ алып, дәріс алып келетін болса, өзі де